Суда менің нағашыларым тұрады. Негізі қазақ тілінде сөйлейтін адамдар жоқ сияқты отбасымда. Бірақ та көршілерімнің арасында, достарымның арасында, мектепте бірге оқыған жігіттер мен қыздардың арасында қазақ тілін жақсы білетін азаматтар мен азаматшалар аз емес. Сондықтан олардың арқасында да тілді үйрендім деп айтуға толық негізі бар. Және де мектеп мұғалімдері де өте жақсы болды деуге болады. Максим Спаткай, Қазақстан Республикасы парламент сенатының аппарат басшысының орынбасары. Туған жері Павлодар облысы, Ақсу қаласы. 40 мыңдай халқы бар шағын қалада орыс мектебінің табалдырығын аттап, сол мектептің түлегі атанды. Одан кейін Ресейдің Омбы мемлекеттік университетін инженер-менеджер мамандығы бойынша тәмамдаған. Жалпы қазіргі кезде тілді білу бұл шынымен де таңғалатын дүние емес. Бұл 30 жылдың ішінде бар жағдайларды жасалған деуге болады. Бұл ниет бар болса, онда ешқандай проблем болмайды деп сенемін мен өзім. Мемлекеттік тілді үйрену үшін меніңше ең біріншіден азамат патриот болу керек деп ойдамын. Себебі патриоттық сезім болмаса, ішінде Қазақстан менің отаным деген қағидасы ішінде болмаса, онда үйрену қиын болады шығар. Сен өзің тағдырын, өзің өмірін Қазақстан деген мемлекетімен байланыстырса, онда сен ешқандай проблемасы болмайды деп сенемін. Енді бұл шынымен де адамның таңдауы, елдің тынысын, елдің өмірін, елдің тұрмысын түсіну үшін, терең түсіну үшін, шынымен де білу үшін әрине қазақ тілін түсіну керек, әрине қазақ тілінде сөйлеуің керек. Максим әлі отбасын құрмаған, бірақ бар өмірін, болашағын қазақ елімен байланыстырған жігіт. Келешекте балалары қазақ тілінде сөйлейтін болады дейді. Мен балаларым міндетті түрде қазақша сөйлейді деп мен өзім кәміл сенемін, себебі олар да Қазақстан Республикасының азаматтары болады. Болашақта алдағы уақытта 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін тіл мәселесі болмайды деп сенемін мен өзім. Себебі шынымен де алдағы уақытта бүкіл, қазір біз 19 миллионбыз, болашақта 20-дан астам миллион азамат боламыз. Енді олардың барлығы қазақ тілінде сөйлейді деп өзім мен кәміл сенемін. Одан бөлек ағылшын тілін де біледі, орыс тілін де біледі, басқа тілдерін де біледі шығар. Енді бірақ та ең негізгісі қазақ тілінде білім алады, қазақ тілінде тәрбие алады, қазақ тілінде ең негізгі сондай ақпарат алатын ұрпақ бұл біздің балаларымыз болады. Шынымен де көп жақсы сапалы кітаптар да бар, сапалы оқулықтар да бар. Ғаламторда да сапалы контенті да аз емес. Яғни роликтер де бар, оқу құралдары да бар, арнайы сайттар да бар үйренуге. Сондықтан ешқандай проблема жоқ, бірақ та ниет болатын болса, сол ешқандай проблема болмайды. Ең біріншіден өзінен бастау керек. Дүкенге барып, сатушылармен қазақша сөйлесеңіз, жұмыс болса, көршілер болса, әріптестермен қазақша амандасып, ең бастысы амандасып, одан кейін кішкентай осындай қарапайым қадамдармен бастау керек. Тіл үйрену алдымен ынта, қажеттілікті, мақсатты, зор махаббатты, табандылықты, зейінділікті, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Максим Спаткай бірнеше тіл білетін азамат. Ең қызығы, барлығында ешкімнің көмегінсіз үйренген.